Айжұлдыз Адайбекова қашанда халықтың назарында жүретін есім. Ол блогер, актриса әрі дизайнер. Әр қадамы, әр жасаған дүниесі әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатады. Жақында Айжұлдыз отбасымен бірге ерекше фотосессиясын жариялады. Адамсы отбасы стилінде түсірілген бұл фотоларды біреу ерекше өнер ретінде қабылдаса, біреу мүлде түсінбей қалды. Әсіресе қайынатасымен түскен суреті көпшіліктің ойын екіге бөлді. Бірі Жанардың жұртқа айтатын ақылы қайда, бұл тым оғаш десе, екіншілері Айжұлдыз ашан өзгеше, ешкімге ұқсам. Бұл жерде терең мағына бар. Келінді тұрмыстық міндеттермен емес, болашақ ұрпақтың анасы ретінде бағалау керек дегенді жеткізіп тұр деп пікір білдірді. Айжұлдыздың өзі бұл пікірлерге жауап қатпады. Өйткені ол әрқашан үндемей, өз ісімен дәлелдейтін жан. Арада көп өтпей, жұрт назарына оның күйеуі, продюсер Сәкен Қағаров ілікті. Желіде тараған бейнежазбада ол аяғы ауыр әйеліне қамқорлық танытып, шұлығын өзі кигізіп, тіпті аяғынан сүйген сәті көрсетілді. Сәкен бұл көріністің астарына мұндай сәтті ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың деп жазды. Бұл әрекетте әлеуметтік желіні екіге қақ жарды. Бір бөлігі осындай қамқор ер азамат қайдан табылады, Айжұлдыз бақытты әйел екен деп сүйсінсе, енді бір бөлігі өзінің туған анасын осылай сыйлады ма екен? Бір қызығы, Айжұлдыздың әрбір әрекеті, әрбір жариялаған дүниесі халықтың қызу талқысына түсіп келеді. Бірі оны ерекше, қайталанбас образ иесі десе, енді бірі тым артық көреді. Бірақ бір нәрсе анық, Айжұлдыз ешкімді бейжай қалдырмайды. Өзгеше ойлау, өзгеше әрекет ету, оның өмірлік ұстанымы. Ал күйеуі Сәкен болса, сол ерекшелігін қолдап, үнемі жанынан табылып жүр.